Егер әр күніңіз мән мағынасыз өтіп жатса, жалпы өміріңізге көңіліңіз толмаса, мынаны есте сақтаңыз. Негізінде әрбір атқан таң өміріміздің жаңа бастамасы. Ал жетістікке жеткен адамдар болса, өз бастамасын әр күннің таңғы сағат 5:00-де бастап кетеді. Бірақ сенің әр күнің ылғи да 8:00-де басталады. Ал сен болсаң, өмір тым әділетсіздеумен келесің. Қысқасы, әрбір күннің айырмашылығы 3 сағаттан деп есептеп көрелік. Сонда бір жылда 1095 сағат айырмашылық болады екен. Күнделікті қызмет уақыты 8 сағаттан деп есептесек, онда бір жылда 137 күн айырмашылық болады екен. Осылай ары қарай есептей беріңіз. 3 жылда қанша айырмашылық болатынын, болмаса 5 жылда, тіпті болмаса 10 жылда қаншалықты уақыт айырмашылығы болатынын көріңіз. Атақты баскетбол ойыншысы Коби Брайант күнделікті жаттығу залына таңғы сағат 4:00-де келіп жаттығатын болған. Және оның "сен таңғы 4-тегі Лос-Анджелесті көріп пе едің" деген атақты сөз де халық аузында жатталып қалған еді. Бірақ әлемге танымал Apple компаниясының бас атқарушы директоры Тим Кук болса, Кобиден 15 минут бұрын, яғни таңғы 3:45-те орнынан тұрып, әуелі 1 сағат уақытын шығарып телефонына келген электронды пошталарды ақтарып көріп, артынан жаттығу залына барып таңғы жаттығуларын жасап, сосын барып өз қызметіне кіріседі екен. Осы адамдар осыншама ерте тұрса, күні бойы мең-зең болып ұйқы келіп жүретін шығар деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ олар қарапайым адамдар секілді түн ортасына дейін телефон шұқылап немесе телевизор көріп жатпайды. Олар барынша табиғаттың сыйлаған түнгі тыныштығы мен түн ұйқысын қандырып, таңмен жарыса оянып, бір күндік тірлігіне қызу кірісіп кетеді. Жапонияның да атақты жазушы Харуки Мураками да өзінің бір күндік сапарын таңғы 4:30-да бастап кетеді екен. Сондықтан жақсы әдет қалыптастыру жетістікке жетудің алғышарты десек, онда таңмен жарыса ояну бір күндік өміріңізді өз қолыңызда ұстаудың алғышарты деп айтсақ қателеспеспіз. Егер де осыған ұқсас өзіңізді дамытудың, байытудың түрлі жолдарын білгіңіз келсе, онда әрқашан біздің шығарған видеоларымыз қалт жібермей көруіңізге кеңес беремін. Жаңағы айтылғандарды қорытар болсақ, мысалы, күнделікті жұмыс уақыты таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 9-ға дейін десек, онда қарапайым адамдар жұмыстан кейінгі уақытын түн жарымына дейін пайдаланып қалуға тырысады. Керісінше, жетістікке жеткен адамдар кешке ерте ұйықтап, таңғы уақытын барынша пайдалануға тырысады. Сондықтан қарапайым адамдар мен жетістікке жеткен адамдардың арасында екі түрлі жол және екі түрлі талғам болады. Бір ауыз сөзбен айтар болсақ, таңғы уақытын дұрыс пайдаланған адам өз өмірінің патшасы бола алады. Егер бір адамның қолынан қыл аяғы таңертең ерте тұру да келмейтін болса, онда ол адамнан қандай нәтиже күтуге болады? Негізінде таңертең ерте тұруға ниет еткен адамды мазалайтын екі түрлі сұрақ болады екен. Оның біріншісі болса, қалай ерте тұруға болады? Екіншісі, ерте тұрып алғанда не істеймін деген. Егер бұл екі сұраққа жауап таппаған адамдар ерте тұрғаннан кейін де қайта жылы төсегіне кіріп ұйықтап кетеді екен. Ал егер де сізге таңғы сағат 5:00-де тұрып, 1 сағат уақытында жаттығу жасауға арнайтын болсаң, мен саған $1,000,000 беремін десем, мақұл болатын ба едіңіз? Сол үшін де адамдардың көбінде таңертең ерте тұруға ішкі сұранысы жоқ, және ерте тұрғаннан кейінгі мақсаттарын айқындай алмайды екен. Алып адамдардың құралы атты осы кітапта 153 адамның табысқа жету құпиялығын жете зерттеген. Сонда барлығының ортақ артықшылығы таңертең ерте тұрып, таңғы уақытын тиімді пайдалана білген екен. Сол себепті мен сіздерге жетістікке жеткен адамдардың таңертең ерте тұруға арналған мына 6 түрлі сиқырлы әдетімен бөлісуді жөн көрдім. Орныңыздан тұрғаннан кейін қалыптастыратын бірінші әдет – орын көрпеңізді жинастыру. ақш әскери күштерінің бұрынғы қолбасшысы Уильям Макгрегор өзінің 36 жылдық әскери өмірінің сипатын кереметтей етіп мына бір сөзбен түсіндіреді. Егер сен әлемді өзгерткің келсе, онда күнде таңертең орын көрпеңді жинастырудан баста дейді. Өйткені таңертең орныңыздан тұрасыз, орын көрпеңізді дереу жинап тастасаңыз, бойыңызда ең бірінші жетістік сезімі пайда болады. Яғни сіз бір күніңіздің бірінші мақсатын сәтті орындадыңыз деген сөз. Осылай сіз кішкене мақсаттарды бірінен соң бірін жалғасып орындау арқылы бір күндік мақсатыңызды жеңіл әрі оңай орындап шығасыз. Сондықтан күнделікті өмірде әрбір кішкене шаруаны барынша мұқият істеуге тырысыңыз, әйтпесе үлкен шаруаны қалай тиянақты етіп жасайсыз. Мүмкін күні бойы жұмыстан шаршап келгенде жиналмаған көрпені көріп көңіл күйіңіз одан бетер түсіп кетер. Ал егер жұмыстан қайтып келгенде орын көрпеңіз жинақы, тып-тинақтай болып тұрса, онда сіз қарапайым адам емессіз. Екінші әдет, орын көрпеңізді жинап болғасын бірден таңғы жаттығуға кірісіп кетіңіз. Pepsi компаниясының бас атқарушы директоры Стив Римманд күнде таңғы сағат 5:00-де тұрып, сосын 6 км жүгіріп келеді екен. Осыған ұқсас Twitterдің бас атқарушы директоры да өзінің таңғы жаттығуын 5:30-да бастап кетеді екен. Жетістікке жеткен адамдар таңғы жаттығудың денсаулыққа пайдасымен бірге бір күніңіздің сергек әрі рухты жүретінін жақсы біледі.
Әрине, тек қана далада жаттығу емес, үй жағдайында да істейтін жеңіл жаттығулардың түрі көп. Өзіңіздің қалаған жаттығуыңызды интернеттен тауып алып бірге жасасаңыз болады. Ескере кететін жағдай, таңертең ерте тұрасылы адамның сүйектері қатты әрі икемсіз болып тұрады екен. Сол үшін жеңіл жаттығулардан бастап жасағаныңыз абзал. Ең бірінші күні 10 минуттық жаттығу жеткілікті. Сосын уақыт өте келе, өз ішкі жан дүниеңіздің сұранысына қарай жаттығудың түрін көбейтіп, уақытын да ақырындап көбейтіп аласыз. Таңғы жаттығу арқылы денедегі жаман энергияны термен шығарып тастасаңыз да, үшінші әдетке дереу кірісіп кетіңіз. Жетістікке жеткен адамдардың таңғы әдеттерінің ең маңызды істелетін шаруасы ол кітап оқып, өзіңізге оязы қалып, бірінші рухани түрде тамақтаныңыз. Зерттеулерге сүйенсек, таңғы уақыт миымыздың ең тұнық әрі сергек кезі. Сондықтан таңғы уақытта өзіңізге қажетті кітапты оқысаңыз, керекті білімді тез қабылдап, тез есіңізге сақтап алуға болады екен. Таңғы уақытта көбінде ойыңызға ой салатын құнды дүниелер мен адамға жігер күш-қуат беретін кітаптарды оқысаңыз болады. Егер таңғы уақытта қандай кітап оқуды білмесеңіз, онда біздің шығарған видеоларымызды көріп, өміріңізге күш-қуат алыңыз. Көп адамдар кітап оқу көп уақыт алады деп ойлайды. Негізінде таңертең кітап оқуға 15 минут арнасаңыз, біраз дүниені оқып алуға болады. Әрине, бұл әдеттен бір аптада ешқандай айырмашылық байқай қоймайсыз. Бірақ бір айдан кейін талған басқа, бір жылдан кейін өмір жолыңыз басқаша деңгейге өткенін байқайтын боласыз. Сондықтан таңғы оязықты ешқашан тастамаңыз. Төртінші қалыптастыратын жетістікке жеткен адамдарға тән әдеттің бірі ол суық суға шомылу. Таңертең суық суға шомылудың бірінші пайдасы иммунитеттік қабілетіңіз артады. Яғни суыққа төзімді боласыз. Бұрынғыдай үп еткен желге тоңып қалмайсыз және тұмау сырқаудан аулақ боласыз. Екінші пайдасы күні бойы сергек жүресіз. Сонымен бірге көңіл күйіңіз де тамаша әрі жарқын болады. Үшінші артықшылығы суық суға түсу денедегі қоңыр майды көбейтіп, метаболизмнің көбейтуін тездетеді. Төртінші артықшылығы бұлшықеттеріңізді шымырландырып, бір қалыпта ұстайды. Бесінші артықшылығы таңертең суық суға түсу арқылы ерік-жігеріңіз артады. Қысқасын айтқанда, таңертең суық суға түсудің пайдасы өте көп. Сол үшін де барынша таңертең суық сумен жуынуға кеңес беремін. Бірақ әрине ақырындап денеңізді үйретсеңіз болады. Ең әуелі мұздай сумен беті қолыңызды жуудан бастаңыз. Бесінші қалыптастыратын жақсы әдеттің бірі таңғы асыңызды қалтырмай ішіп жүріңіз. Қазақта таңғы ас тәңірден деген жақсы сөз бар. Таңғы ас ұйқыдағы ағзаны оятып, ағзаны гликоген затымен байытады және зат алмасуды белсендетеді. Күні бойы бойыңызға қуат сыйлайды. Ми мен бұлшықеттің жұмысын жақсартып, қатерлі ісік пен жүрек ауруларынан сақтайды. Көп адамдар жұмысқа бара жатып, жолшыбай көшеде сатылып жатқан майға қуырылып пісірілген тағамдарды жиі салады. Әрине, қарныңыз тойып бір мезетте қуаныш сыйлауы мүмкін, бірақ ол тағамдардың майлық құрамы мен холестерин құрамы жоғары болғандықтан түске дейін зейініңіз қашып, жұмысқа деген құлшынысыңыз болмай қалады. Сондықтан таңғы асты үйде өзіңіз құрамында белгілі көп тағамдармен жасап ішсеңіз өте тиімді болады. Алтыншы жақсы әдет бір күндік мақсат жазу. Мақсат жазу деген бір күндік уақытыңызды тиімді пайдалану деген сөз. Сонша ерте тұрғанда бір күніңізді нақты мақсаттармен аяқтамау өте ақымақтық. Сондықтан қалам қағазыңызды алып үстел басына жайғасыңыз. Мақсат жазумен бірге аз-кем өз ішкі әлеміңізге назар аударыңыз. Өйткені Абай атамыз 15-ші қара сөзінде егер есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен есеп алып отыр дейді. Сол үшін таңғы уақытыңызда мақсат жазумен қатар өзіңізге 5-10 минут уақыт шығарып аз-кем ойланыңыз. Бара жатқан бағытыңызды айқындаңыз. Осымен құрметті достар, бұл видеомызды да аяқтадық. Егер жоғарыдағы әдеттерді өмірлік әдет қылам, өз жетістігіме жетем десеңіз, мына әлемде 21 күн заңдылығы өмір сүреді екен. Егер сіз қандай да бір іс-қимыл, әрекетті күнделікті 21 күн бойы істеп отырсаңыз, онда ол іс-қимылдар бейне біздің таңертең тұра сала тіс щеткамызды іздеп тіс жуа бастағанымыз сияқты автоматты түрде істелетін өмірлік әдетке айналады екен. Сол себепті бұл видео сізге белгілі бір пайдасын сыйлады деп ойлаймын. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді.